Қаңтар қасіретіне келейік. Жыл басында болған оқиға өкінішке қарай көп адамның өмірін жалмады. Дегенмен, солардың бәрі лаңкес пе? Негізі басында адамдар бейбіт шеруге шықты емес пе? Енді бастапқыда бейбіт шерулер әрине болды. Мұны бәріміз көрдік. Еліміздің әр аймағында азаматтар алаңға жиналып, өз талаптарын айтты. Тіпті наразылығын білдірді. Шынын айтсақ, ешқандай қирату, қылмыстық әрекет болған жоқ. Бірақ кейін жағдай мүлдем басқа арнаға бұрылып кетті. Арандатушылар мен қарақшылар пайда болды. Олардың мақсаты бейбіт митингіге қатысу болған жоқ. Олардың шынайы мақсаты билікке шабуыл жасау болды. Бір сөзбен айтқанда, соңғы кезеңде алаңға нағыз лаңкестер шықты. Бүлікшілер мыңдаған қару-жарақты ұрлап кеткен. Полиция оны іздеп жатыр әлі күнге дейін. Бірақ толығымен әлі де таба алмады. Олар сол қарудан тағы да атуы әбден мүмкін. Сұрақ: сонда мұны кім істеді? Кім жасады? Бейбіт шеруге шыққандар ма? Бұл кәсіби қарақшылардың